Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүниеден озды. Биыл Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығын тойлағалы отырмыз. Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларының сауатын ашуға бірден бір үлесін қосқан ұстаз. Сонымен қатар ғалым, ағартушы, педагог, жазушы әрі этнограф. Ыбырай Алтынсарин Қостанай облысы Торғай өңірінде дүниеге келген. Ыбырай өз әкесінен жастайынан айырылғандықтан, атасы Балқожа бидің тәрбиесінде болды. Орынбор қаласындағы қазақ-орыс мектебін оқып бітірді. Сол мектепте қазақ, орыс тілімен бірге басқа да тілдерді меңгерді. Орыс тілін, араб тілін, татар тілін және парсы тілін меңгеріп шықты. Бір 1864 жылы алғаш қазақ балаларына ашылған мектепте ұстаз болып қызмет атқарды. Ыбырай Алтынсарин 1841-1889 аралығында өмір сүрген ақын, жазушы, ұстаз. Ыбырай Алтынсарин қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Оның кел балалар оқулық, өнер, білім бар жұттар. Өлеңдері балаларды оқуға, білімге шақырады. Қазақтың алғашқы педагогы Ыбырай Алтынсарин атамыздың туғанына 180 жыл толып отыр. Ыбырай Алтынсарин атамыздың бірнеше алғашқы шығармалары мен әңгімелері бар. Мысалы, талаптың пайдасы, әкемен бала, шешемен бала, таза бұлақ. Солардың ішінде маған қатты ұнайтыны таза бұлақ. Таза бұлақ әңгімесінде біздерді адамгершілікке, таза көңілге шақырады. Таза көңілі бар адамның достары да көп. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақтың бір тастақ жерінен шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзі жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да тасқа «Ей жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша суды ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бір жолаушы тұрып былай дейді: Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп бай ағып алыс жерлерге. Басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерге шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш жапырақтар бұлақтың үстіне төгілген судай мұздай салқын, шыныдай мөлдір өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да тасқа «Ей жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазылып. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаныңыздан гөрі тереңірек соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып рахаттандырады, сусағанның шөлін қандырады. Онысы үшін ешкімге ақы дәметпейді. Олай болса, бұл біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды
ешкімге міндет етпе деген ақыл болады. Жолаушының сөзі көркем жас жігіт үндемей тұрады. Жолдастары, сен не ойлайсың деп сұрады. Жігіт айтты, менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп-шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адамнан гөрі айуан ынтық болар еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін бұған адам ынтық. Олай болса, бұл жазудың мағынасы мынау: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза. Ыбырай Алтынсарин «Таза бұлақ». Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш, жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген, суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да, тасқа «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бір жолаушы тұрып былай дейді: Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай алыс жерлерге барады, бара-бара үлкейіп кеңейеді. Бұған жолдан кішкене бұлақтар қосылып өзенге айналады. Бұдан біз түсінетініміз, үйде жатпай адал бол, сонда мақсатына жетесің деген сөз. Жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сөздің ойлағаныңыздан гөрі тереңірек соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімде болса да дария ыстықтағанды салқындатып рақаттандырды, суығаны шөлін қандырады. Онысы үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Олай болса, бұл біреуге жақсылық етсе, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе деген ақыл болды. Сен неге үндемей тұрсың? Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұлақ бір орында тынып шөп-шалам түсті, лай-қоқым болса, бұған адамнан гөрі айуан ынтық болар еді ғой. Ал бұлақ болса, күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін бұған адам ынтық. Олай болса, бұл жазудың мағынасы мынау: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасаң